Сәлеметсіздер ме, балалар? Сіздерге бүгін бала құқығы, адам құқығы тақырыбында кішігірім бейне сабақ ұсынамыз. Бұл бейне сабақтың мақсаты оқушыларға заң білімі саласынан мағлұмат бере отырып, өз құқықтарын жете білуге ықпал ету және де құқықтық білімдерін толықтыру. Құқық пен міндет деген не? Біздің барлығымызға ортақ қаншама нәрсе бар. Сондай-ақ біздің бәрімізге ортақ ережелер мен тәртіп те бар. Ал ол ережелер мен тәртіптің жиынтығы заң деп аталады. Яғни біз барлығымыз бір заңға бағынамыз. Ол конституция. Бұл заңда біздің барлығымызға міндеттеріміз бен құқықтарымыз көрсетілген. Құқық бізге рұқсат етілген, істеуге болатын нәрселер. Ал міндет біз істеуге, орындауға тиісті нәрселер. Қазақстан Республикасының Конституциясы мемлекетіміздің негізгі заңы 1995 жылы 30 тамызда қабылданғанын білесіздер. Ал енді конвенция балалар құқығы туралы шарт. Бұндай конвенция 1989 жылы 20 қарашада Біріккен ұлттар ұйымы бала құқығы туралы конвенция қабылдады. Бұл құжат баланың жан-жақты өсіп жетілуіне, болашағына жол ашатын бірден бір құжат. Осы ұйымға мүше болған қазақ елі осы құжатқа қол қойды. Конвенцияға қол қойғаннан кейін балалар туралы түрлі мәселелерді шешу мақсатында 2002 жылы 8 тамызда бала құқығы туралы заң қабылданды. Ал енді балалар, сіздер бұл заңда не жазылған деп ойлауларыңыз мүмкін. Енді соған келіп тоқталайық. Баланың құқықтары мен міндеттері туралы жазылған ең бірінші бапта 18 жасқа толмаған жеткіншек бала деп саналады деген. Яғни сіздер туылған күннен бастап 18 жасқа дейін бала деп есептелесіздер. Ал енді 4-ші бапта балалардың тең құқықтылығы туралы жазылған. Яғни сіздер тегіңізге, нәсіліңізге, қай ұлтқа жататындығыңызға қарамастан барлық бала тең құқыққа ие деп жазылған. 8-ші бапта баланың денсаулық сақтауға құқығы туралы жазылған. Яғни әрбір бала денсаулығын сақтауға бұлжымас құқығы бар және де білікті медициналық көмекті тегін алуға құқылы. Келесі бізде 9-шы бапта баланың даралық ерекшелікке және оны сақтауға құқығы туралы жазылған. Яғни әрбір бала туылғаннан кейін Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес тіркелуі тиіс. Және де туылған кезінен бастап оның аты, әкесінің аты және тегі, ұлты және Қазақстан Республикасының азаматтығын алуға құқығы бар. Баланың білім алуға деген құқығы туралы айтатын болсақ, 15-ші бапта әрбір бала білім алуға құқығы бар. Және Қазақстан Республикасының білім туралы заңына сәйкес оған тегін, бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім алуға кепілдік беріледі деп жазылған. 19-ші бапта баланың демалуға және бос уақытын дұрыс пайдалануға құқығы туралы жазылған. Яғни әрбір бала өзінің жасына, денсаулығына және қажеттеріне қарай демалуға және бос уақытын дұрыс пайдалануға құқылы. 20-ші бапта балалардың міндеті туралы жазылған екен. Яғни сіздерге тек қана құқық қана бермей, барлығымызға ортақ міндеттеріміз де бар. Міндет деген не екенін білеміз, біз орындауға тиіс нәрселер. Яғни әрбір бала Қазақстан Республикасының Конституциясын және заңдарын сақтауға, басқа адамдардың құқықтарын, бостандығын, ар-ожданы мен қадір-қасиетін, республиканың мемлекеттік нышандарын құрмет көрсетуге, еңбекке жарамсыз ата-анасына қамқорлық жасауға, тарихи және мәдени мұралардың сақталуына қам-қарекет жасауға, тарих және мәдениет ескерткіштерін сақтауға, табиғатты сақтауға және табиғи байлықтарға ұқыпты қарауға міндетті қылды сіздерді. Ал енді балалар, біздің мектептегі міндетіміз қандай екен? Соған келіп тоқталайық. Сіздер мектепте мектеп жарғысын сақтауға, жақсы оқуға, мекеме қызметкерлері мен басқа оқушылардың ары мен абыройын сыйлауға, мекемедегі ішкі тәртіпті сақтауға арналған талаптарды орындауға міндеттісіздер. Ал енді баланың отбасындағы міндеттеріне келетін болсақ, ата-анасына көмектесу, отбасы мүшелерінің құқығын сыйлау, өзіне және отбасы мүшелеріне қамқорлық жасау, оқу мен демалыс режимін сақтау міндеттеледі. Жалпы балалар, сіздерге бұл сабақты қорытындылау мақсатында Абай атамыздың 19-шы қара сөзінен үзінді келтірсем. Адам ата-анадан туғанда есті болмайды. Естіп, көріп, ұстап, татып ескерсе, дүниедегі жақсы, жаманды таниды дағы, сондайдан білгені, көргені көп болған адам білімді болады. Естілердің айтқан сөздерін ескеріп жүрген кісі өзі де есті болады. Әрбір естелік
жеке өзі іске жарамайды. Сол естеліктерден естіп, білген жақсы нәрселерді ескерсе, жаман дегеннен сақтанса, сонда іске жарайды, сонда адам десе болады. Сонымен балалар, өздеріңіздің қандай құқықтарыңыз бен міндеттеріңіз бар екенін білдіңіздер. Сіздер қоршаған ортамен қарым-қатынастарыңызды сыйластыққа құрып, бірінші кезекте адамгершілік пен ізгілік нормаларына негіздеулеріңіз керек. Заң ата-аналарыңызды сіздерге қамқорлық жасауға міндеттесе, сіздерді, ата-аналарыңызды және айналаңызды сыйлауға міндеттейді. Назарларыңызға рахмет.